Саламатсыздар ма оқушылар? ОГТ-ға дайындық сабағы келтіру формулаларын қолдану. Кез келген ширектегі бұрышты бірінші ширектегі бұрышқа, яғни 0 мен π бөлінген 2 арасындағы бұрыштың тригонометриялық функциялары арқылы жазуға есептер мысалдар қарастырайық. Мәселен, бірінші мысал косинус 0,7 π болсақ, бұл дегеніміз 0,5 пен 1-дің арасы, яғни 0,5 π плюс 0,2 π түрінде өрнектесек болады. Біздегі 0,5 π дегеніміз бұл π бөлінген 2, ал косинус π бөлінген 2 плюс альфада минус синус альфаға тең болады. Енді косинус, яғни екінші ширекте таңбасы теріс болғандықтан алдына минус қоямыз, ал π бөлінген 2-де оған альфаны қосу немесе азайтқанда косинус синус ауысады. Яғни π бөлінген 2 плюс альфа немесе минус альфа және 3π бөлінген 2 плюс альфа немесе минус альфада синус косинуста, косинус синусқа, тангенсқа тангенске, котангенс тангенске ауысады. Ал қалған жағдайларда π минус альфа плюс альфа, 2π минус альфа плюс альфаларда сол күйі сақталады. Осыны ескеруіміз керек. Ары қарай котангенс минус 3π бөлінген 7. Котангенс тақ функция болғандықтан минусты алдына шығарамыз. Котангенс 7-тен 3π. Енді мұны ары қарай өрнектеудің қажеті жоқ, өйткені бұл бірінші ширекте орналасқан. Дәл осындай өрнегімізді жалғастыратын болсақ, синус 680 градусты өрнектейік. 680 дегеніміз біздің 720 градусқа мейлінше жақын. Сондықтан оны 720 градус минус 40 градус деп өрнектесек болады. 720 дегеніміз біздің 2 период. 2 периодтың 360 градус. Ал одан 40 градус азайтсақ, бұл 4-ші ширекте болады. Синустың 4-ші ширектегі таңбасы минус және синус 40 градус. Минус синус 40 градус деп өрнектесек болады. Дәл осындай косинус минус 1000 градус өрнектейік. Косинус функция болғандықтан косинус 1000 градус дейміз. Ары қарай 1000 градус дегеніміз 80 градусқа жақын. Яғни 1080 градус азайтылған 80. Яғни бұл 1080 дегеніміз 3 период, 3 айналым жасаған тең. 3 көбейтіліп 360 деп сондықтан жазып алдық. Ол да жаңағыдай 4-ші ширекке қатысты. 4-ші ширекте косинустың таңбасы плюс, сондықтан косинус 80 деп жазуымызға болады. Жаңағыдай бізде 360 немесе 180 деп функция функция косинус түрінде қалады деп айтты. Бұны тағы да 90 градус минус альфа формуласымен синус 10 градус түрінде де жазуымызға болады. Мысалдарды мынадай түріне назар аударайық. Синус 330 градус өрнектейтін болсақ, бұл 360 градус минус 30 градус түрінде немесе 270 градус плюс 60 градус түрінде жазуға болады. Яғни бұл жерде біз 4-ші ширекте екенін көреміз. 4-ші ширекте синустың таңбасы теріс, минусын жазып қойсақ, 360-да синус сақталады, сондықтан минус синус 30 градус деп жазамыз. 30 градуста синустың мәні 2-ден 1-ге тең, алдындағы таңбасымен минус 2-ден 1 болады. Дәл осындай тангенс 300 градуста өрнектейтін болсақ, 270 градусқа 30 градус қоссақ болады, немесе 360 градустан 60 градусты шегерсек болады. 360 градуста тангенс өзгермейді, 4-ші ширекте таңбасы теріс. Сондықтан минус тангенс 60 градус, 60 градуста тангенстің таңбасы 60 градуста тангенс плюс 3-ге тең, алдындағы минусымен минус плюс 3 болады екен. Енді мұны тангенс 270 градус плюс 30 градус ретінде өрнектеуге болады деп жаңа айтты, сол жазып көрейік.
270 градус плюс 30 градус. Яғни тангенс 270 градус плюс альфа формуласы бойынша минус котангенс 30 градус. Яғни минус котангенс альфа формула бойынша. Өйткені 270 градусқа котангенске алсақ, төртінші ретте таңбасы теріс. Сондықтан минус котангенс 30 градус деп жазсақ, 30 градустағы котангенстің мәні құбыласы 3 екен, алдындағы таңбасымен минус құбыласы 3. Дәл осындай котангенс минус 225 градусты өрнектесек, котангенс тақ функция болғандықтан минусын алдына жібереміз. 225 градус дегеніміз 180 плюс альфа немесе 270 минус альфа түрінде жазуға болады. Мұнда 180 болғандықтан котангенс сол күйі сақталды. Таңбасы алдында минусын жазылды. Үшінші ширек 225 градус дегеніміз. Үшінші ширекте жалпы таңбасы плюс болғандықтан котангенс 45 градус дейміз. Алдында минус бар өрнектегеніміз. Сонымен котангенс 45 градусқа мән 1-ге тең. Алдында таңбасымен ол минус 1-ге тең болады екен. Косинус 120 градус. Бұл дегеніміз синус 180 минус альфа немесе косинус 180 минус альфа немесе 90 плюс альфа түрінде жазуға болады. 90 градуста косинус синус қалса, екінші ширекте таңбасы теріс. Сондықтан минус синус альфа, яғни минус синус 30 градус. 30 градуста мәні 2-1-ге тең. Алдында таңбасымен минус 2-1-ге тең болады екен. Жалпы формуланы айтатынымыз, ОБТ есептерін шығарған кезде тригонометриялық өрнектерді ықшамдағанда келтіру формуласына қатысты кез келген ширектегі күрделі бұрыштарды ықшамдап бірінші ширекке, яғни 0 мен 90 градус арасындағы бұрыштар арқылы өрнектеп есепті оңайлатуға болады екен.